Ал ендеше Дубайға деген саяхатымызды бастаймыз. Мына көріп тұрғандарыңыздай аялдамасының өзі бірден көзге ерекше әдемі көрініп түседі. Енді бұл аралықта мысалға жолдарына келетін болсақ, өте мін жоқ жолдарында бірде-бір шұңқыр кездестірмейсіз. Барлық жағдай жасалынған. Оң жағында 5 полоса, сол жағында 5 полоса, бір-біріне ешкім кедергі келтірмейді. Ауыр жүк көліктері тек қана бір полосамен жүреді. Онда да үстіндегі салмағы өлшенеді. Өзінің арнайы килограмм тонна салмағымен одан артық болса өткізбейді екен. Көрдіңіздер ме, қандай керемет барлығын жасап қойғанда. Сол заңға барлығы уже бағынады. Енді біздерді Дубай қаласының бір арзан деген бір базарына алып келді. Біздің таксистіміз Маджид есімді жігіт. Өте жақсы жігіт екен, яғни пуштун екен. Енді бұл жақта мінекей көріп тұрсыздар, парфюмдер, дубайский жаңағы масло бізде сатады ғой, әйел адамдар мысалға сондай иіссуға біз әуеспіз деген секілді. Бұл жақтан жақсы оригинал заттар алуға болады. Енді біздер өзімізді валютаны ауыстырып алдық та келесі жаңағы соткаге ұялы телефондардың отанына кірдік. iPhone 13 Pro Max-ты сұрадық, яғни оның бізде бұл шамамен бұл жігіттерде $970 екен. Міне осы жігіттен біз сатып алдық, себебі бізден әлде қайда арзан, үстінен әйтеуір бір 300 мыңдай сондай пайда көреді екенсің. Енді келесі кезекте мінекей осындай бір бұрыштан тауып алдық. Сухофрукточный конфет деген секілді. Бізде жаңағы таксист жігіт осылай аралатып әкелді. Міне Дубайдың, яғни Венециясы деп аталады екен. Мына көріп тұрғаныңыздай ең қымбат отель. Бұл жақта вертолеттармен әкеледі, сондай солармен қыдыртады. Енді ол қымбат, енді бізге келіңкіремейді. Осы жерден барлығымыз суретке түсіп араладық, бірақ бір өкініштісі. Осы жерде жаңағы қайықпен болсын серуендетіп келу бір 15 минутқа бола. Бізден қанша сұрады? Үлкендерге 100 дирхам деді, кішкентайларға 50 дирхам деді. Енді 100 дирхам есептей беріңіз, 1 дирхам 130 теңгеден бізше. Сол бізге қымбатыраққа шығып кетті. Біздің осындай кезде білінеді Қазақстанның теңгесінің ешқандай құны жоқ екені. Егер Дубайға келетін болсаңыздар, көп ақшамен келмесеңіздер, барлығы дерлік ақшаға келіп тіреледі. Тек қалталарыңызға миллиондап ақша салып келесіздер. Мына жердегі кафесінде енді балмұздақтың өзінің бағасы өте қымбат. Бізше келгенде 13 мың теңгеге сондайға шығады екен. Енді ол масқара, енді 13 мыңға балмұздақ қалып жемей қойдық. Мінекей мынау жағында базар ішінде, енді бұл жер қымбат. Енді мынау көріп тұрғаныңыздай бұл Дубайдың, яғни Пальма деген остров екен. Бұл жерде пальмалар өздері финики пальмасы екен. Бұлар пальманы қалай өздері отырғызады да барлығын түбіне арнайы күні су құяды. Әйтпесе бұл жақта шөлді жер, суларда жоқ, сондықтан өте қиын. Бәрін қолмен жасаған, кәдімгі жасанды қала десе де болады. Жолдары енді көріп тұрсыздар ғой, тура керемет, айтарға сөз жоқ. Шіркін біздің Қазақстанда да осындай жолдар болса деп армандап келе жатырмыз. Бізді бұл таксист, яғни бұл ақшалы, яғни ақылы жол екен, платный жол екен. Негізінде көп таксистер жаңағы тегін жолмен апарады екен. Бірақ ол жерде қаланың әдемі жерлерін көре алмайсыздар, ғимараттарын. Енді бұл таксист айтады да, келгеннен кейін менің клиенттерім риза болып кеткен, қалаймын. Сол себепті сіздерді өзінің ақшасына платный жолмен алып келе жатыр. Мінекей көріп тұрсыздар, әдемі ғимараттар, көздің жауын алады, бірінен бірі өткен өте керемет ғимараттар. Енді бұл таксисттің номерін негізі төменде қалдырамын. Есімі Маджид, сондай кішіпейіл, жақсы бір адамға жолықтық.
сондай риза болдық, бізді апарып әкеліп деген секілді. Яғни 12 сағат біздің қасымызда жүру керек, апаратын жеріне апарып әкеліп. Бірақ енді біз кейде ішін білмей қалсақ, ол соған дейін әкеліп бізді сол жерден алып кетіп бар көмегін тегізіп жүрді. Және базарға баратқан кезде айтты, сіздер қазір өздеріңіз секілді өзбектер, тағы да тәжіктер, балалар келеді, сіздерді сразу сырттарыңыздан таниды, жүріңіз, мында арзан жерлер бар деп сіздерді алып кетеді да өздерінің проценттерін алады деді. Ондай адамдарға ондай кезікпеңіздер, жоқ деп айтыңыздар, рахмет деңіздер, өздеріңіз тікелей барып саудаласып алыңыздар, сол кезде әлдеқайда арзанырақ аласыздар деп бізге барлығын ескерткен болатын. Сосын тағы да бір айтатын, бұл жақта араб елінде арабтар өздері жұмыс жасамайды. Тек қана индустар, жаңа айттым ғой, Пәкістаннан келген, Ауғанстаннан, сондай жақтан келген жан жақтағылар ғана жұмыс жасайды. Ал өздері жасайды тек қана, мысалға полицияда жасайды, тек қана арабтар болады екен. Ешқандай бұл жақта жаңағы пара алу деген, мысалға бізде ұсталып қалса, давай деп келсек деп бір ақша беріп алып кетіп жатады ғой. Бұл жақта ондай мүлде жоқ дейді. Егер де мысалы қиналып, кәдімгідей бір қиналып тұрсаң, даже өздері полицияның өзі ақша береді екен. Мынаны жасатып алсай, бар да бензин құйдырып алсай, кондеріңді қосып жүр деген сияқты. Енді сондай бізді ақпараттармен таңғалдырды. Тағы да қандай айта кететін, сосын бұл жақта айта кететін өте қуаныштысы, үйлер тұрғызылады. Мысалға көптеген кәдімгі этаж үйлер тұрғызылса, оны арабтарға тегін береді екен. Тек қана арабтарға, өзінің халқына деген өте адал, барлығы тегін беріледі. Олар ешқашан жұмыс жасамайды, тек жұмыс жасайды жаңағыдай банктерде, полиция қызметкерлері тек бірыңғай арабтар екен. Керемет. Көріп тұрсыздар, қалаларында Дубайдың орталығы. Біздер қазір Дубай молға келе жатырмыз, үлкен Дубайдағы центр. Ішінде жаңағы Бурдж Халифа дейма, жаңағы үлкен 160 этажды үй. Сосын жаңағы фонтанға келе жатырмыз көрейін деп. Бізді осындай әдемі жерлермен апарды. Рахмет Маджид мырзаға. Бірінен бірі өткен ғимараттар, біріне бірі ұқсамайтын, көшелері таза, әрине. Енді бұл орталығы болғаннан кейін таза деп ойлаймын, бірақ шет жақтарынан көрдік жерде мусорлар жатқанын. Бұл жақта сосын асфальттары жалтырап жатады екен, себебі шаң жоқ. Біздікіндей бұрқырап атқан шаңды көрмедік. Влажный ауасының өзі. Мысалға мен барып бір киімдерді жуып іледім, ол кеуіп болмады, себебі бұл жақта ауасының өзі бір влажный, енді сулы болып тұрады. Ғимараттарын біз деген көріп, енді осында тұрғымыз келіп кетті. Шіркін, біздің Қазақстанда да осындай ғимараттар болса деп. Негізі болдыруға болады, егер үкіметтегілер, өздеріңіз білесіздер, жақсы өз қызметтерін адал атқарса. Мінекей ғимараттар бірінен бірі өткен әдемі. Көрсеңіздер, тура ішінен өтіп жатыр. Енді сосын мысалға біздер барған жерден, отельден Дубайға дейін негізі отельдің өзінің таксистке айтқан ценасы өте қымбат болды. Бізді ішінде Алина есімді, соның ішінде бір қыз болды. Сол бізге арзандау осы Маджид есімді жігітті тауып берді. Негізі барған кезде сразу ресепшнен сразу келіспеу керек, ішінен жайлап деп қарасаңыздар, өзіміз секілді жаңағы өзбек азаматтары бар, таджикті мысалға, солар көмектесуге кәдімгі әзір тұрады. Бәріміз мұсылманбыз, бауырмыз деп тура кәдімгідей қасымызға қайта келіп, не көмек керек, барлық жағдайымызды сұрап сөйтіп тұрды.
Енді ол жақта көбінесе
ортақ тіл бізде осы ағылшын тілі болғаннан кейін емін-еркін сөйлесіп араласқыңыз келсе, осы ағылшын тілін жақсылап мына бір ғимаратты қараңыз. Керемет. Айтарға сөз жоқ, тек сырттан тамашалап қана өтеміз. Сосын бұл жақта қарап тұрсаңыздар, кей машиналардың барлығында қап-қара бүкіл терезесінің әйнектері мүлде көрінбейді. Ол бұл жақта рұқсат етілетін себебі бұл жақта ешқандай қылмыс дегендер бола бермейді. Бір жаныңды қуантатыны, балаңды болсын, басқа да болсын, сеніп тапсыра аласың, сеніп жүре аласың, алаңдамайсың. Қазір біреу ұрлап кетеді бір затында, или бір ұрып кетеді, или алдап кетеді демейсің, алаңсыз жүресің. Сондай барлығы бір-біріне адал, себебі жаңағы полициялар өте қатал екен. Бұл жақта заң криминал яғни жоқ, сондықтан алаңсыз жүруге болады. Біздер бана Дипа қаласына барып келген кезде балаларымызды, 3 баламызды сол отельде қалдырып кеттік. Өздеріне кәдімгідей ішінде жаңағы ресторанына барып, ойнайтын жеріне барып алаңсыз жүрді. Кәдімгі сеніп тапсыра аласың адамдарына. Сол бір жері де қатты ұнады. Шыны керек, Дубай қаласында былай қыдырып барып келмесек, өмір сүруге білмеймін ені. Дубайдың өзінде өмір сүрмесеңіз, осы центрында, ал енді жан-жақтағы қалаларында өмір сүру, білмеймін, меніңше керек емес. Себебі бізге ауа райы келіңкіремейді дегендей. Мінекей Дубай молдың парковкасына келдік, машинаны қойдық, бізді Маджид апарып тура ішіне кіргізіп жатыр. Себебі бұл жерден біз адасып қалатынымызды білдік, өтініш айттық, бізді сол жерге апарып, сол жерден алып кет дедік. Яғни Маджид мырза бізді сол жерге ертіп барлығын айтып келе жатыр. Егер сіз осы Фуджейра қаласына барып қалатын болсаңыз, міндетті түрде осы Маджидпен хабарласыңыз. Тек қана Фуджейрадан ғана бері қарай Дубайға келеді, ал енді Дубайдан ары қарай бармайды. Мінекей Дубай молдың ішіне кірдік. Бізге және ескертіп жатыр, осының 4-ші этажында тамақтанғыларыңыз келсе арзан, KFC, тағы да басқа заттар бар дейді. Ал енді басқа жерлерден тамақтанбаңыздар, өте қымбат, тек қана 4-ші этажға ғана көтеріліп отырыңыздар деді. Біздер арасында 4-ші этажға барған болатынбыз, бірақ бізбен салыстырғанда бағасы кішкене қымбатырақ екен. Бұл жақтың тамақтары өте қымбат. Еттің мысалға килограммы 8-9 мың дейді, қойдың.
Енді ары қарай есептей беріңіз. Такси не үшін бұл жақта қымбат? Себебі бензин 400-дің үстінде. Кәдімгі бізден бірнеше есеге артық. Сол себепті таксидің бағасы да қымбат екен. Бензин қымбат болғаннан кейін енді мына жерлердің барлығын әдемілеп, әсемдеп тастаған. Скоро жаңа жыл. Соның арасында мен қызымды суретке түсіріп те үлгеріп жатырмын. Барлығын барынша видеоға түсіруге тырысып келе жатырмын. Міне мына бір көрініс қараңыздар, қандай әдемі. Қасына барып бір демалып алғым келеді. Ішінде адасып қалуыңыз да мүмкін. Енді бізді балықтар енді білесіздер, ең үлкен жаңағы бұяқта аквариум бар. Соны көру үшін, оны көрмеске тағы болмайды. Оның да өзінің қазір бітпейтін жыры бар. Ішіне кіріп бір аралап келудің өзі бізге, бесеуімізге 192 мыңға шығарып берді. Тек қана бір 15 минут бола ма, болмай ма, білмеймін. Енді ол жағын біз кірмедік. Себебі енді 192 мыңға оның ішіне кіргенше одан да басқа бір зат сатып алған жақсы ма деп ойладық. Себебі сыртынан да анық көрінді бізге барлық нелер. Мінекей біздің үлкен аквариум. Бұл жерден көптеген балықтардың түрлерін көруге болады. Керемет көрініс. Бұл жерде кіруі адам басына 300 дирхамнан келеді екен. Яғни біздің бесеуімізге 190. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed.
Все.